Өзіңмен әңгіме. Рим императоры әрі стоик философ Марк Аврелийдің адам жаны мен өмір мәні жайлы терең ой толғауларына бүгін шолу жасайтын боламыз. Марк Аврелийдің 5-12 пәлсапалық ой толғауы. Адамдардың көпшілігіне игілік болып көрінетін нәрселердің шын мәнін сен мынадан түсіне аласың. Егер біреу шынайы игіліктер туралы, мысалы, ақыл ой, парасаттылық, әділдік немесе ерлік туралы ойланса, ол ешқашан игілік және тағы да басқа үшін деген сөзді естімес еді. Себебі бұл жерде ол мүлдем орынсыз. Бірақ егер біреу көпшілікке игілік болып көрінетін нәрселер туралы ойланса, онда ол тек сол сөзді естіп қана қоймай, оны орынды әрі сәтті айтылған деп мойындайды. Бұл айырмашылықты көпшілік дәл осылай түсінеді. Әйтпесе бұл сөз соншалықты әдепсіз әрі тұрпайы болып көрінбеседі. Егер бұл сөзді байлыққа, сән-салтанат пен атақ-даңққа қатысты қолданса, біз оны орынды әрі тапқыр айтылған деп мойындаймыз. Енді келесі қадамды жасап, өзіңнен сұра. Бұл игіліктерді молынан алған адам саритында жер таба алмай қалады деген ескертуді ойға түсіретін нәрсені құрметтеп, игілік деп санау дұрыс па?